Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Отыра қойыңыздар. Психологиялық ахуал сыйлауды мен мынадай бір керемет әдісті пайдаланғым келеді. Кейіпкерлер әдісі деп аталады. Міне алдарыңызда өздеріңіз көріп тұрғандай кейіпкерлердің бейнесі жатыр. Осы жерде мен қазір бір кейіпкерді аламын. Мінекей осы Абай секілді дана, ірі, батыл тұлға бол дегім келеді. Мен Наргизаны шақырам. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын, сабақтың тақырыбын ашу мақсатында мен сіздерге видео трейлер көрсеткім келіп тұр. Жаңа видео трейлерді көру арқылы бүгінгі сабағымыздың тақырыбы шыққан болатын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақ тарихы, қазақ киносы деп аталады екен. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың басты мақсаты автордың көзқарасын негіздейтін аргументтерді талдай білесіздер. Блумның 6 деңгейі бойынша жүзеге асады біздің сабағымыз. Телеграмдарыңызға алдын ала осыларды қанша деңгейде бал алдыңыздар, өздеріңіз бағалап, сабақтың соңында қорытынды бағасын шығаратын боламыз. Блумның 3-ші әдісіне де келіп жеттік. 3-ші әдісі қолдану деңгейі деп аталады. Шәкен Айманов шақыру алып режиссер болып жолын бастады. Студенттер, біздің келесі әдісіміз түсіну әдісі. Кинотеатрға қош келдіңіздер, кассаға келдіңіздер. Қазір біздің кинотеатрда 2 кино жүріп жатыр. Біреу отандық кино, біреу шетелдік кино. Отандық киноға баратындарыңыз жақтауыш топ, шетелдік киноға баратындарыңыз даттауыш топ. Мына топ оппозиция тобы болды, мына топ үкімет тобы болды. Ал 2 топқа да сәттілік тілейміз. Мен оппозиция тобының қатысушымын. Қазіргі уақытта продюсерлар тобында дамымай жатыр. Біздің отандық фильмде тарих жанры жақсы көрсетілген. Дебатымыз бүгін өз мәресіне жетті. 2 топта өте жақсы қызмет атқардыңыздар. Маған қатты ұнады. Студенттер, келесі деңгейіміз талдау деңгейі. Не келіп жеттік? Мәтінді ашып арқылы теңеу, эпитет, метафораны табамыз. Мен мынау теңеулерді таптым. Әкімдей кісі, талантты режиссер. Өте жақсы теңеу, эпитет, метафораларды таптық. Келесі әдіске деңгейге келіп жеттік. Жинақтау деңгейі. Біз енді деңгейлердің соңғысы бағалау деңгейіне келіп жеттік. Бұл енді бүгінгі сабақта алған білімімізді біз тұжырымдап қорытындылаймыз. Бағалауды мен сізге сабақтың басында айтып өткен болатынмын. Телеграм жүйесі арқылы жүзеге асады деп. Барлығымыз қолымызға телефонымызды аламыз, телеграм каналымызды ашамыз. Алдарыңызда мен бағалауды сіздерге алдын ала беріп қойдым. Сол бойынша бағалау жүйесін басып, бүгінгі күндегі алған бағаларыңызды шығара қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.